Ассалаумағалейкум. Бұл Мәрабай деген қорым. 17-ші Алға ауылының маңында, тұсында 6-7 километр жерде. Бұл Беріш құлкештердің қорымы. Бірақ Мәрабай деп бегістердің, Беріштің бегіс бөлімнен тарайтын Мәрабай деген кісінің атауымен аталған екен бұл қорым. Жергілікті халық Мәрабай дейді. Карталарда да Мәрабай қорымы дейді. Бұл жерде жалғыз бір бегістің, Мәрабайдың өзінің құлпытасы сақталған. Мәрабай Жандалұлы деген. Жалпы Мәрабай Құспан молда деген болды ғой. Атырау қаласында ескі мешіт бар, бұрынғы Құспан молданың атымен аталған. Сол кісі салдырған. Сол кісінің аталары. Соның алдымызда тұрған Мәрабайдың құлпытасы. Так, Беріш руы, бегіс тайпасы, Мәрабай Жандағалыұлы, опат 45 жасында 1848 жылда Мұхаррамның 11 күні дейді. Қойды Қосыбай Құстабай дейді. Құстыбай бай, екі рет жазған. Құстыбай бай мырза қылдырды дейді. Қылдырды Әлмәут. Так, таңбамыз. Беріштердің таңбасы. 20-ға жоқ құлпытасы бар, 20-ның үстінде. Так. Әлмәуткәс күлліннәс шарибах вәл қабр бәп күлліннәс дахилах. Бұл Құран аяттары. Күл жан өлімді әмтатат деген аяттар ғой. Беріш руының Құлкеш тайпасының Үмбет Кенжебайұлы дейді. Үмбет Кенжебайұлы. Опат 66 жасында 1874 бұл Мұхаммадаун дей ме? Мұхаммадан өлінді. Бұташты қойды ұлы Кенжебай дейді. Таңбасы. Құлкештерінде таңбасы осындай. Мен мына жерге бір 3 кесене салған, 3 белгімен. Құлкеш өтеміз дейді. Кешубайұлы Тәуірбай дейді. 1789-1867. Исатай мен Махамбет бастаған көтерістің сарбазы дейді. Енді негіз бұл жерде мына құлпытастың несі болу керек, жалпы жерленген жер болу керек. Үстіне салып қойған екен. Мұнда Беріш руының Құлкеш тайпасының жас тамыр алу табын дейді. Кішкене көрінбей тұр ма? Алуа тамыр деген сияқты сондай мәтінде. 85 жасында 1885 сынады. 1885 сынады. Мұнда 1867 деген. Тәуірбай ұлы Жанай деген. Тәуірбай ұлы Манай деген. Таңбасы мүлдем басқа екен. Таңбасы олар қойып қойған деп отырмын. Бұған дейін бұл жерге бір рет келдік. Кезінде осы 17-ші ауылдың тумасы Сәтқали Нәуелбаев деген ағамыз бар. Құлкеш сол өлке тарихын зерттеп жүрген, Құлкештердің тарихын зерттеп жүрген сол кісілердің аталарының құлпытасын тапқанбыз.
Осы сол Сатқали ағалардың атасы болып шықты. Өзі де білмей қалды бұл жерде екенін, соны келіп аяқ астынан тауып алдық қой. Бес руы, Құлкеш тайпасы. Бөске бөлімі Ташпан Қорлыбай баласы дейді. Ташпан деген кісінің құттасы. 1888 жылда 71 жасында дейді. Жазды баласы өрістіғұл, қателесу мүмкін, Мырза. Асықпай қарау керек. Жанында Ақылтас, Беріш руы, Құлкеш тайпасы. Бөске бөлімі Тұрсынғали, Бейсенғали баласы дейді. Бейсенғали баласы 7 дейді. 7 жасында айтқан болам. 7 жасында 85 жылды жаздырды атасы Тұрсынғали. Атасы Тұрсынғали дейді. Әйел адамды екен. Әл-Мархум, Әл-Махфур, Беріш руы, Құлкеш тайпасы. Мына жерде Жаутікен сияқты. Жаутікен Қанатбай қызы дейді ғой. Опат неше мына 12 келетін сияқты. 12 жасында 1885 жылды қойды атасы Қанатбай. Так, бұл да Беріш руы, Құлкеш тайпасы. Так, Бөске бөлімі Малбасар дейді. Так, Еспай Малбасар баласы, немесе Малбасар Еспай баласы. Опат 79 жасында 1887 жылда жаздырды баласы Хусейн сияқты. Хусейн болар. Хусейн Мырза. Таңба. Құлкештерінде таңбасы осындай болады. Астында Беріштің таңбаларын бәрі осындай ғой. Осы. Тағы да басқа құлпытастар бар. Фотоға түсіріп алдық.